Ағайынды Адольф және Рудольф Даслер 1930 жылдары кішкентай шеберханада аяқ киім тігіп сата бастады. Ади тігетін, Руди сату ісімен айналысатын. 1936 жылы Джейси Оуэнс атты желаяққа аяқ киім тігіп кигізеді. Сол жылы Олимпиада ойындарына қатысқан жеңіл атлет Джейси Оуэнс 4 дүркін Олимпиада чемпионы атанды. Бұл жағдай аяқ киімдердің сатылымын күрт арттырды. Ақша мен сауданың көбеюі ағайындар арасында да дүрдараздық туғыза бастады. Даудың үлкеюі екінші дүниежүзілік соғыстың қызған тұсына тура келді. Руди әскерден қашқаны үшін тұтқындалады, ал оны ұстау үшін хабар берген өз бауыры Ади екендігі анықталды. Бұл екі ағайынның бет көріспей кетуіне себеп болған соңғы әрекет болатын. Шыдамның да шегі бар деген ағайындылар 1948 жылы өзара іскерлік серіктестігін толық тоқтатты. Ади өз тігетін аяқ киімдерге Адидас атауын берді. Руди өз аяқ киім брендін алдымен Руда, сосын оны ауыстырып Пума деп атады. Екі фабрикада бір қалада орналасқан. Қаланың бүкіл тұрғындары осы екі фабриканың бірінде жұмыс істейтін. Бір фабрикада жұмыс істейтіндер екінші фабрикада істейтін адамдар баратын дүкендерге бармайтын, бір-бірінің кафе-ресторандарына бас сұқпайтын. Бірте-бірте бұлардың бәсекесі күлкілі жағдайларға дейін кетіп қалып жатты. Тіпті бір-бірінің бала-шағасы жігіт қыз болып жүрмейтін, үйленуге тыйым салынған дәрежеге жетіп қалды. Ағайынды Даслерлер сол күйі бір-біріне ренжіп бақиғаттанды. Өлген соң жерлеген мазарларының өзі бір-бірінен барынша ұзақ орналасқан. Бұл дұшпандық тура 60 жылға созылды. Тек 2009 жылы ғана екі фирманың жұмысшылары өзара достықты дәріптейтін футбол матчын ойнап, бұл араздықты аяқтағандарын мәлімдеді.